Biz алдыңғы лекцияларда араб желімі дегенде қазақтардың емшілікке қолданатынын айтқан болатынбыз. Кейін интернеттен тексергенде оның Африкадағы бұта басынан, ағаш басынан шығатын, ағаштан шығатын желім екенін білдік. Оны тамаққа аздап қосып отырса, тамақ өнімдерінің жабысқақтығын, жылтырағыштығын күшейтіп әдемі көрінуге ықпал етеді екен. Бірақ оны аздап грамдап қосу арқылы қазақтар дәрілік ролының бар екенінде байқаған. Интернеттегі аты Ассоция Сенегал болуы мүмкін. Өкпе туберкулезіне берілетін тағамдар туралы сөйлейміз. Өкпе туберкулезіне шалдыққан адам тамақты күшті жеу керек деп айтылады. Енді оған жасалатын емдер мынадай. Бірінші рецепт: құрт чөп және бөдене ет сорпасы. Материалы: бөдене 8, құрт чөп 16 грамм, пияз 10 грамм, жемжеміл 10 грамм. Жемжеміл дегеніміз зімбір. Пияздың анау басы жұмыр емес, басы домалақ емес, жіңішке түрін таңдаған дұрыс сияқты. Бұрыш 1 грамм, ас тұзы 5 грамм. Осыларды дайындап алғаннан кейін бөденені сойып тазалап, әрбір бөдененің ішіне 2 граммнан құрт жөп салып қайнатып пісіресіз. Және тауық ет сорпасынан 300 мл қосып, дәмдендіргіш салып, етін жеп сорпасын ішеді. Бұл сорпа бүйректі қуаттандырып, өкпені майдалайды. Өкпе туберкулезіне ем болады. Екінші рецепт: түлкінің кептірілген өкпесін талқандап, күніне 4-5 граммнан қайнаған сумен ішсе, өкпе туберкулезіне шипалы ем. Үшінші рецепт: жұмыртқа сарысының майы. Қолдану әдісі: жұмыртқа сарысы майынан 5 тамшысын орташыны сүтке тамызып, күніне 3 реттен ішіп отырса, өкпе туберкулезіне ем болады деп. Төртінші рецепт: жұмыртқа қабық пердесі, қылша, ақ кекіренің әрқайсысынан 30 грамм қосып, талқандап, 60 граммнан күніне 2 рет мәнерлеп ішсе, өкпе туберкулез жөтелін басады. Бесінші рецепт: қой еті 500 грамм, шалқан немесе чамғыр деп айтылады, одан 500 грамм. Шалқан мен қой етін ұсақтап турап, лайықты мөлшердегі суға шымырлатып қайнатып, суы тартылса үстемелеп су құйып, былқытып пісқан соң сүзіп алып, сорпаны қазанда қалдырып, күнжіттен 250 грамм, сияданнан 120 грамм, арпа бедияннан 120 граммды қосып талқандап, дәкіге орап, қазандағы сорпаға салып қайнатады. Дәрінің нілі шыққан кезде дәкіні алып тастап, дәріні шыны ыдысқа құйып алады. Әр жолы 60-90 мл-ден күніне 3-4 рет ішсе, өкпені жасартып, жөтелді басып, денені қуаттандырады. Алтыншы рецепт: қымыз. Жаз күз айларында, әсіресе қыстағы қысыр биенің қымызы төтенше жұғымды болады. Күніне 1-2 литрді бабымен 3-4-ге бөліп ішеді. Яғни 1 литрді 2 бөліп қана ішу керек. 2 литрді 4-ге бөліп ішесіз. Қымыз сіңе бастағанда тәбетті арттырып, көңілді лепіртеді. Сол кезде жоғары белөкті тағамдармен азықтану, яғни бабымен пісірілген қой етінің сорпасы, жау бүйрек, қуырдақтармен азықтану керек. Науқас адамның қабылдау қуатына қарай 3-6 ай шамасында қолданса, барынша пайдалы. Созылмалы өкпе туберкулез ауруын емдеудің қосалқы емі. Сырдың емдік ролы. Сыр сынап пен күкірт қосындысынан пайда болған руданың бір түрі. Бұл Қытайдың Шыңжаң провинциясында кезігеді. Ұйғырлар мекендеген жерлерде көп табылады. Қызылқоңыр түрдегі қиыршық түрін қазып алғаннан кейін, сыртында темір элементін магнитпен тазартып, жуып, кептіріп сақтайды. Жасалу әдісі: сырды
құрамында сынап пен күкірт рудасы болғандықтан қыздырып буlandыру арқылы жасайды. Дәрілік қасиеті: улы, қоңыржай-райлы, дәмсіз болып, ұзақ уақыт істетуге, ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Шипасы: нерв тыныштандыруға, жүрек қуатын арттыруға, жөтелге, өкпе ауруын емдеуге, нерв әлсіздігі, ұйқы бұзылу, жүрек қағу қатарлы ауруларды емдеуге қолданылады. Бірінші рецепт: сырды талқандап қайнаған сумен мәнерлеп ішкізгенде жүрек клапандарындағы ауруды емдеуге пайдалы. Күніне 3 рет 5 фыннан асып кетпеу керек деп. Екінші рецепт: алақаншадан 10 грамм, сырдан 15 грамм қосып талқандап, 50 грамм балға қосып, қиыршық күйіндегі араласпа дәрі жасап, күніне 2 рет 3 граммнан жейді. Шипасы: нерв характерлі жүрек ауру, қан аздықтан болған нерв әлсіздіктерін емдеу қасиеті бар. Бірақ ескерте кетейік, бұл сыр өзі улы дүние, өте бір білгір емшілер болмаса, жай адамдар мұнымен сынақ жасап ойнамау керек. Қойдың құйрық майына сырды өлтіріп, балшық дәрі жасап, күніне 3 рет аздан жалап жейді. Шипасы: желек пен көкжөтелді емдеуге қолданылады. 4-ші рецепт: сырдан 1 мысқал, қойдың құйрық майынан 1 килограмм қосып араластырып, май қызыл түске кіргенше және майдың жылтыр қиыршығы жоғалғанша өлтіріп, 7 күннен кейін күніне 1 қасықтан 3 рет жейді. Шипасы: жөтелді тиіп, өкпенің қабынуын емдеуге пайдалы. 5-ші рецепт: тауық өтінен 1 дананы қайнаған суға салып, оған 10 грамм қара бұрышты талқандап қосады. Мұз қанттан, яғни науаттан 50 грамм, сырдан 5 фынды майда уқалап, сәл қыздырып, суығаннан кейін қосады. Күніне 2 рет 1 қасықтан тамақтың артынан ішеді. Осылай жалғасты. 3 тауықтың өтін ішсе, тыныс жолы қабынуына ем болады. Шипасы: жөтелді тиіп, өкпенің қабынуын емдеуге пайдалы. Жөтелді басып, қақырықты түсіретін тағам. 1-ші рецепт: жаншып талқандаған бұрыш 2 грамм, чеснок, яғни сарымсақ 3 грамм, алмұрт 5 грамм, ерітіп салқындатылған қойдың құйрық майынан 300 грамм, балдан 250 грамм өзара қосып, 2 қасықтан күніне 2 рет жейді. Шипасы: жөтелді басып, кеңірдек қабынуын жазады. 2-ші рецепт: бұрыш 1 мысқал, тал жапырағы 1 мысқал, чеснок 3 грамм қосып араластырып, әр жолы 10 грамм, күніне 3 реттен 1 апта жалғастырып жейді. Шипасы: жөтелді тоқтатып, қақырықты жұмсартып түсіреді. Кеңірдек қабынуына ем болады. 3-ші рецепт: шекер араласқан шалқан, яғни чамғыр суының емдік пайдасы. Жасалу әдісі: бақшада егілген чамғырдың өсінді көк шөбін пышақпен ойып алып тастап, ойылған шұңқырға 20 грамм шекер салып, төбесін қағазбен жауып тұмшалап, қағазды инемен бірнеше жерінен ауа өтетіндей етіп тесіп, қағаз ұшып кетпейтіндей етіп, жан-жағын бастырып қояды. Таңертең күн шықпай қағазды ашып, чамғыр шұңқырындағы жиналған судан 1 қасық қана алып ішеді. Осылайша бірнеше күн жалғастырады. Шипасы: көкжөтел, өкпе қабыну, тыныс жолы тараю сияқты ауыр түрдегі өкпе ауруын емдеуге пайдасы бар. 4-ші рецепт: 500 грамм алойды турап, суда қайнатып, суы суалған кезде суына 1 шыны бал, 1 шыны қойдың ерітілген құйрық майын әбден араластырып, құмыраға салып, күніне 3 рет, әр жолы 1 қасықтан жейді. Шипасы: өкпе ауруын емдеуге, қанды тиюға пайдалы.